Баршаға қайырлы күн. Бүгін сіздермен Сара. Сіздермен бүгін осындай керемет пончиктердің рецептімен бөлісетін боламын. Соңына дейін менімен бірге болып, подписать батырмасын басып, қоңыраушаны соғып қойыңыздар. Менде алда өте көп пайдалы рецепттер болады. Ал ендеше бірге жасайық. Алдымен бізге жылы сүтіміз керек болады. Сүтіміз міндетті түрде жылы болуы керек. Жылы сүтіміздің үстіне қантымызды, содан соң бір жұмыртқамызды саламыз да, дәл осылай кезектестіріп, барлық керекті заттарымызды салып аламыз. Жұмыртқамызды салып болғаннан соң бір шай қасық тұз салатын боламыз. Ең соңында аштығымызды салып, осылайынан араластырып аламыз. Міне осылай бір келкі болып араласып болғаннан соң бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып қайта араластырамыз. Ендігі кезекте ұнымызды салатын боламыз. Ол ұнымызды міндетті түрде осылай електен өткізіп салғанымыз дұрыс. Електен өткізіп салған ұнымыз өте жақсы көтерілетін болып шығады. Бізге қажетті болып жатқан заттардың құрамын, яғни грамын барлығын мен описание бөліміне жазып кететін боламын. Сол жақтан көре аласыздар. Ұнымыздың қалған бөлігін осылай салып, қолымызбен қатты жұмсақ емес, қатты болып қалмайтындай орташа қамыр илейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді үстін пешевой пленкамен жауып, 1 сағатқа жылы жерге қалдырамыз. Міне бізде 1 сағат уақыт өтті. Біздің қамырымыз осылай көтерілді. Енді осы қамырымызды ыдысымыздан босатып, яғни астына кішкене ұн шашып жіберіп, осылай ыдысымыздан босатып аламыз. Міне алдымен осылай қолдың көмегімен, сосын оқтаудың көмегімен қамырымызды жұқалатып шайып алатын боламыз. Міне осылай қамырларымыздың барлығын осылай жайып болғаннан соң, үйіңіздегі бар затпен немесе өзіңізде арнайы ыдыс болса, сумен басуларыңызға болады. Қалыңдығы видеода көрсетілгендей болуы керек. Осындай қалыңдықта осылай кесіп алатын боламыз. Ортасына насадка қолдандым. Өздеріңізде бар затты қолдана берсеңіздер болады. Міне осылай барлығын істеп шығамыз. Достар, егер де менің видеоларым өздеріңіз өз пайдасын тигізіп жатқан болса, арнаға қосылып, комментария бөліміне өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Сіздерден қолдау күтіп қаламын. Осылай барлығын жасап болғаннан соң, майымыз жақсылап қыздырып алғаннан соң, осылай пісіріп алатын боламыз. Яғни пончиктерімізді қоятын кезде астына осылай қағаз сүлгі қоюларыңызға болады. Себебі майын тез сіңіріп алады. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз. Міне осылай бірінен соң бірін салып, дәл видеодағыдай етіп пісіріп аламыз. Міне біздің пончиктеріміздің барлығы осылай пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай әдемі болып піседі, жақсы көтеріледі. Енді суытуға қоямыз. Оған дейін шоколадымыз бен майымызды микроволновкада немесе су моншасында осылай ертіп алсаңыздар болады. Енді суып қалған пончиктерімізді осылай шоколадтың бетіне малып алатын боламыз. Егер де сіздерде шоколад болмаса, ол өздеріңіздің қалауларыңыз, бұлай жасау, осылай жей берсеңіздер де болады. Мен осылай шоколадтарға батырып, безек ретінде осыларды қолдандым. Бұл да міндетті емес, өз қалауларыңыз, өздеріңізге ұнағанша безендірсеңіздер болады. Біз пончиктарымыздың барлығын осылай безендіріп болдық. Енді бөлме температурасына шоколадтары қатқанша қалдырамыз. Біздің шоколадтарымыз қатты, пончигіміз дәл осылай безендірілді.
жасап көрулеріңізге кеңес беремін. бір жасағаннан шығады, балаларыңызға жасап беріңіздер. Сіздермен болған Сара. Арнама жазылып, өз пікірлеріңізді комментарияға жазып қалдырыңыздар. Қоңыраушаны басыңыздар. Алда менде өте көп пайдалы рецепттер болады. Кездескенше сау болыңыз.